Сәлем достар, сіздермен бірге айтылмаған құпия каналы. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Айбар ескі базардың ішінен біртүрлі жарық шашып тұрған антиквар дүкеніне кірді. Ішіндегі шаң басқан сөрелер арасында бір шағын сағатқа ұқсас құрылғыны тауып алды. Дүкен иесі қария оған қарап, бұл жай сағат емес, бұл уақыттың есігі деді Айбарға. Айбар құрылғыны қолына тағып, кездейсоқ бір батырманы басып қалғанда, көз алдында әлем өзгеріп сала берді. Айналадағы ғимараттар және адамдар басқа дәуірден сияқты еді. Ол болашаққа тап болғанын түсінді. Ол келген қала биік әйнек мұнараларымен көмкерілген. Аспанда ұшатын көліктер бар, адамдардың көбісі роботтармен сөйлесіп жүр. Мұнда бәрі тазалықпен, үйлесіммен өмір сүретін. Айбар бір саябаққа жас қызбен танысты. Оның аты Инара еді. Ол болашақ адамдарға тән емес, жылы жүзді, мейірімді болатын. Инара Айбардың бұл дәуірден еместігін бірден білді. Инара Айбарды болашақ архивіне апарды. Онда Айбар өз замандағы қателіктерден кейін адамзаттың үлкен күйзеліске ұшырап, кейін жасанды интеллекттің көмегімен қайта өркендегенін білді. Айбар тыйым салынған аумаққа кіріп кетеді. Ол жерде роботтар адам эмоцияларын зерттеп жатыр екен. Айбарды байқап қойған, олар оны ұстап алмақ болды. Инара Айбарды құтқарып, жасырын туннелмен алып шығады. Олар жер астындағы құпия ғылыми ортаға барады. Бұл жер адамдардың эмоцияларын сақтайтын соңғы орын еді. Орталықта Айбар өзінің балалық шағын өткен өмірін көрді. Эмоция бейнелері арқылы адамзат тарихының елеулі сәттері көрсетілді. Орталықтың жетекшісі Айбарға болашақта адамзаттың сезімсіз машинаға айналып кету қаупі бар екенін айтады. Егер ол өз заманына оралып, адамзатқа бұл туралы ескертпесе, бәрі кеш болатынын ескертеді. Айбар ішкі қақтығыста болды. Бір жағында жетілген болашақ, екінші жағында күрес пен эмоцияға толы шынайы өмірі. Ол не істеу керектігін білмеді. Түнде Айбар аспанға қарап, жұлдыздарды санады. Ол болашақта барлығы бар болғанымен, жүрекке жылу жетіспейтінін ұқты. Нағыз өмір сезімде екенін түсінді. Болашақ кеңесі Айбардың болашақта қалу-қалмауын шешетін сәтті белгілейді. Ол өз пікірін айтуы тиіс. Айбар кеңес алдында сөз сөйледі. Ол адамзатқа жүрек, мейірім, сезім керек екенін айтып, олардың тым салқын технологияға тәуелді болып бара жатқанын ескертеді. Кеңес оған таңдау береді. Қалу немесе өз уақытына оралу. Егер ол қаласа, болашақтың бір бөлшегі болады. Ал егер қайтса, өткенге ықпал етіп, болашақтың бағытын өзгерте алады. Инарамен қоштасу Айбар үшін өте қиын болды. Екеуі жүрекпен байланысты сезінді. Бірақ Айбар қайту керек екенін білді. Ол құрылғыны қайта беліне байлап, уақытқа оралу батырмасын басты. Айнала бір сәтке жарқ етті де, бәрі жоғалып кетті. Айбар өз бөлмесінде оянды. Барлығы түс сияқты болды. Бірақ оның үстелінде болашақтан алынған бір кішкентай зат бар еді. Бұл түс емес екенін дәлелдейтін белгі. Ол болашақ өмірі туралы жазуды бастады. Университетте адам мен эмоция технология байланысы бойынша зерттеу жүргізілді. Көптеген адамдар оны қолдай бастады. Айбардың жаңа идеялары жаңа қозғалысқа айналды. Адамдар технологиямен қатар мейірімділік, сезім, жан дүниені сақтаудың маңызын ұқты. Сезіммен өмір сүру атты қозғалыс бүкіл елге тарала бастады. Бір күні Айбарға болашақтан хат келді. Сенің таңдауың біздің болашағымызды өзгертті. Ол терең тыныс алып, күнделігінің соңғы парағына былай деп жазды. Мен болашаққа барып келдім. Енді оны жақсы қылу үшін өткенге өмір сүремін. Осы сәтте терезе сыртында көктемдегі таң атып келе жатты. Құстардың үні естілді. Бұл жай ғана ояну емес, жаңа дәстүрдің басталуы еді. Айбар енді тек бақылаушы емес, тарих жазушысына айналды. Айбар жаңа күнге ерекше күйде оянды. Кеше болашақтан келген хабар әлі санасында жаңғырып тұр.
сенің таңдауың біздің болашағымызды өзгертті. Бұл сөздер жүрегінде тербеліп, оның жауапкершілігін арттыра түсті. Сол күні кешке Айбар үстел үстіндегі болашақтан қалған шағын құрылғыны қайта қолына алды. Ол енді оны зерттеу нысаны ретінде қарастырып, толықтай түсінуге бел буды. Бірақ құрылғы кенеттен әлсіз көгілдір жарықпен жарқ етіп, кішкентай голограмма шығарып жіберді. Голограммада Инара тұрды. Айбар, бұл хабар сенің болашаққа әсерің расталғанынан кейін жіберіліп отыр. Бірақ бір нәрсе дұрыс емес. Уақыт өзегінде ақау пайда болды. Болашақ қайта шайқала бастады. Саған тағы да көмек қажет. Голограмма өшіп қалды. Айбардың қолындағы құрылғы ыстықтанып, қызыл түспен жыпылықтай бастады. Бұрын бұлай болмаған еді. Құрылғы өздігінен іске қосылды. Айбар бір сәтке басын айналдырып жібергенде күй кешіп, көзін ашқанда, ол бұрын болмаған уақытта тұрғанын түсінді. Бұл болашақ емес, бірақ өткен де емес еді. Уақыт кеңістігінің ортасы сияқты. Бәрі тыныш, бірақ қуатты сәуле шашып тұрған. Айналасында түрлі дәуірлердің бейнесі, ата-бабалар заманы, Айбардың қазіргі өмірі, тіпті алыс болашақтың үзіктері аспандағы көлеңке секілді өтіп жатты. Бұл уақыт өзегі болатын. Ол жерде оны бір әйел күтіп тұрды. Бұл Инара еді. Бірақ бұл жолы ол басқа кейіпте, батыл, көне сарбаз кейбінде. Айбар, сен тек бақылаушы емес, енді уақыттың сақшысысың. Біз уақытты реттеуші, санаулы адамдармыз. Сенің таңдауың бізге жол ашты. Бірақ біреу уақыт жүйесін бұзуға тырысып жатыр. Кім? Біз оны сыни мезет деп атаймыз. Ол уақыттың әлсіз нүктесіне шабуыл жасап, бірақ дәуірді басқарғысы келеді. Егер ол сәт іске асса, болашақ жойылады. Айбар басын изеді. Не істеуім керек? Бізге 3 дәуірде сапар шегу қажет. Көне өткенге, қазіргі сәтке және бір алыс болашаққа. Әрқайсысында бір белгілі бір шындық жасырынған. Солар арқылы ғана уақыт өзегін қалпына келтіре аламыз. Инара оған жаңа жетілдірілген құрылғыны табыстады. Құрылғыда 3 белгі жанып тұрды. Яғни 3 бағыт. Дайынсың ба? Деді Инара Айбарға. Айбар терең тыныс алып, құрылғыны беліне байлады. Мен болашақ үшін жауаптымын. Мен дайынмын деп айтты. Айбар құрылғыдағы бірінші белгіні басқанда, көз алдында от шашқан кеңістік ашылып, оны ірі жарық толқыны жұтып алды. Ол есін жиғанда айналасын биік таулар мен жасыл жазықтар қоршап тұрды. Күн жарқырап тұр, ал жақын маңда көшпелі тайпалылардың киіз үйлері тігіледі. Бұл ежелгі түркілердің дәуірі болатын. Оны алғаш көрген адамдар оны абаймен қарсы алды. Киімі мен сөзі бөлек болғанымен, Айбар олардың тілін түсініп тұрғанына таң қалды. Бұл құрылғының ықпалы еді. Жергілікті абыз қарт оны дереу өзіне шақырды. Қарттың аты Құлатай еді. Ол Айбарды түсінде көргенін айтты. Сен келешектен келдің. Уақыттың жарасы сенің ізіңмен бітеді, деді Құлатай. Бірақ бір рух қақпаны күзетіп тұр. Ол өткеннің шындығын жасырып отыр. Айбар түнде киелі үңгірге барып, ол сонда белгіленген сынақтан өтуі керек болды. Бұл сынақ қорқыныш пен сенімнің күресі еді. Түн ортасы. Айбар үңгір ішінде. Достар, бұл оқиға болашаққа барып келдім 3 дәуірдің құпиясы. Айбардың басынан өткен оқиғалар. Сіздер де осындай оқиғаға тап болсаңыздар, не істер едіңіздер? Комментарияға жазып кетіңіздер. Бұл оқиғаның 2-ші бөлімі шыққанын қаласаңыздар, комментарияға жазыңыздар. Мен сіздерден жауап күтемін.